Баршаңызға сәлем. Балалар және үлкендерде сүйіп жейтін кез келген мейрамның дастарханын ашатын осындай пончиктерді бірге жасап көрейік. Негізі өте қарапайым заттардан жасалынады. Қажет заттары барлығыңыз үйіңізден табылады, сондықтан міндетті түрде дәл қазір менімен бірге жасап көріңіздер, қыздар. Ең алдымен біз қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы сүт керек, міндетті түрде жылы болу керек. Үстіне шекер қосамыз, тұз қосамыз. Барлық заттың мөлшерін описанияға қалдырамын, сондықтан да міндетті түрде описанияны бір оқып шығыңыздар. Кейіннен 2 жұмыртқа, үстіне ерітілген сармай немесе бөлме температурасындағы сармайды салып, дрожж саламыз қажетінше. Кейіннен венчикпен немесе мен сияқты қолмен қамыр елесеңіздер, қолмен араластырсаңыздар да болады. Електен өткізіп ұн саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп салу керек. Сол кезде ұн ауамен қоректеніп, әдемі болып көтерілетін болады. Қолмен әдемілеп жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз біркелкі болғаннан кейін бетін жауып ашуға 45 минут немесе 1 сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Міндетті түрде жылы жерде тұрсын. Міне, көріп тұрғандарыңыздай менің қамырым 3 есе көтеріліп шыққан. Аламызда барынша барлығын бір зуала етіп жаюға да болады. Мен бұл жерде ыңғайлы болсын деп 2 зуала қылып жайып шықтым, қыздар. Қатты қағылудың қажеті жоқ, және де қатты қалың қылудың да қажеті жоқ. Өзі дәл осы қалыңдықта жайсаңыздар әдемі болып шығады. Бұл жұқа екен деп ойламаңыздар, әдемі болып көтеріледі. Өздеріңіз видеоның басында көріңіздер қаншалықты көтерілгенін, қыздар. Және де осындай бетін жауып қойып қоямыз. Бетін пісіретін кезде тесетін боламыз. Міне 15-20 минут бетін жауып қоясыздар да, одан кейін осыншалықты көтерілгенін көріп тұрсыздар, керемет болып ортасын дәл осылай тесіп шығып, қызып тұрған майда 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Оттың асты қатты тұрудың қажеті жоқ, өйткені көтерілген кезде асты бірден пісіп, беті бірден пісіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Қыздар, міндетті түрде менің арнама жазылып алыңыз. Қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Мен күнделікті неше түрлі видео салып тұратын боламын. Бетін шоколадпен әсемдеп немесе сахарный пудра сеуіп қойсаңыздар да болады, қыздар. Мен осылай әртүрлі қылып әсемдедім, бала-шағаға жегенге ыңғайлы болсын, түрі әдемі болсын деп. Ал бетін қалайша сәндеу өздеріңіздің еріктеріңізде, қыздар. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Қаласаңыздар скрин жасап, дәл осылай менікіндей етіп сәндеп шықсаңыздар да болады. Міне, жаңағы жұқа тесті қаншалықты көтерілгенін көрсеңіздер болады. Қамырын дәл осылай мен айтқандай етіп дайындасаңыздар, сіздің қамырыңыз да дәл осылай көтерілетін болады. Ашқыңыз дұрыс емес болып, егер де қамыр дұрыс ашмаса ғана көтерілмей қалуы мүмкін, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.